Орман ел байлығы, ал орманды баптап, күтуде, сақтауда қандай жұмыстар жүргізіледі? Орманшылардың жағдайы қалай? Біз бүгін орманшының бір күндік жұмысымен танысамыз. Біз Пришахтинскқа қарасты 4500 гектар аумақты алып жатқан орман алқабына келдік. Бірге көрейік. Табиғатқа ең жақын адам орманшы болып жұмыс істейді. Өйткені күні-түні жүргенде табиғатпен байланыс жасайсың. Ал енді біз мынау орман шаруашылығында мен істеп жүрген кезде біздің қазір қарайтын обход дейді ғой, айналымдарымыздың барлығы населен пунктке жақын. Сондықтан халық орманға көп келеді. 500 адамдай, 1000 адамдай келеді. Солардың барлығымен біз қоян қолтық араласып жұмыс істейміз. Бутылкаларды орманда мысалы демалушылардың алғашқы ең бірінші келген кезде бутылка көп болатын. Осының бәрін жинадым, белсебетпен жинадым былайша айтқанда. Белсебетке кәдімгідей 6 қап, 7 қаптан. Ішінде мынаны 5 жылда жинадым бутылка. Бір гамаздай бутылка ана жақта жинап отыр. Одан тағы да бірдеме істейін ба деп жүрмін. А мына жерде санаған жоқсыз ба қанша бутылка? Енді оны мен санаған жоқпын енді. Жобасын қарасаңыз, мынау 2 қатар салған. Ішіне де қазір көруге болады, ішінде түсіріп. Тек шыны бутылкелер, иә? Таза шыныдан істелген. Мынау 2 қатар бутылка салынған. Бұл ыстыққа жақсы. Иә, температура мына любой қысты күні аязда ненің үстіндегі су қатпайды. Айта беріңіз, енді біз қай жерге келдік? Бұл қалай аталады, бұл орман алқабы? Бұл жер менің айналымым. 6-шы квартал дейміз бұны. Бұл жерде таза қайың ағаштары егілген. Осы қайың ағаштарын осыны аралап қараймыз. Көктемде, қыста да қараймыз, кесіп кетпесін деп. Көктемде қайыңның сөлін алып, ел теседі де, емге пайдаланады кейбіреулер. Бірақ енді оған ондайға рұқсат жоқ бізде. Ондай. Өйткені ол ағашты тескеннен кейін ол ағаш өліп те қалуы мүмкін. Одан кейін ол өсе ме, өспей ме, ол белгісіз. Орман шаруашылығына 2007 жылдан бастап кірдім. Содан бері міне істеп жатырмын жолдасымен бірге. Мысалы, айтып жатады, ең көне ағаш, жасын айтып жатады. Мысалы, орманшылар жақсы біледі дейді. Мысалы, бір ағашты көрсетіп, мынау тағы деп суреттеп бере аласыз ба? Бұны енді суреттегенде негізі айтады ғой, өскен бұтағымен есептейді деп. Анау қарағайларды солай есептейді. Жалақыңыз қанша? Жалақымыз енді былтырда ептеп несі осы да қосты. 65 мың, 70 мыңдай где-то сондай алып отырамыз. Енді үкіметтің берген тағайындаған жалақысы ғой, енді одан асып ешқайда ете алмаймыз ғой біз. А браконьерлер нелер келе ме? Браконьерлер де келеді. Жас қайыңның не деуші еді, көшеттер отырғызады ғой, сондайларды қазуға келеді. Осы Қарағанды орман шаруашылығына 1996 жылы апрель айында, сәуір айында келдім. Қазіргі таңда менде 259 гектар. 259 гектар, иә? Иә. Ол орман алқабында қандай ағаштар түрі кездеседі сізде? Менің жаңағы қарамағымдағы орман шаруашылығы ерекше қорғалатын аумақ болып есептеледі. Біз қазір міне қарағайлы орманның ішінде тұрмыз. Мынау қарағай ағаштар. Бұл ағаштар
Жалпы қарағай ағаш қанша жыл өмір сүреді? Қарағай ағашы 80-100 жыл өмір сүреді. Мысалы, орманда жүресіз, табиғаттың тылсым дүниелері көп дейді ғой, сондай дүниелер көрдіңіз бе? Дүниелерді сезесіз бе, сондай бір тылсым дүниені? Енді менің байқағаным, мынау әр орманға барған кезде, мынау адамның жаңағы энергетика дейді ғой енді. Ағаштан өзінің энергетика шығады екен. Сол мынау қайың ағашында жеңіл, қарағайда кішкене ауырлау енді. Сол келеміз күнделікті, аралаймыз. Енді бір жағынан демалып қайтамыз енді, шындығы керек. Бір жағы жұмысын әрі. Сол енді осы жұмысты қатты жақсы көріп кеттім енді. Қолмен жасағаныма бір 10 жылдан асып кетті ғой. 12-13 жылдай болды ғой деймін. Одан да көп. Бұл бүкіл Қарағандының несі? Барлығы осы жерге фотоға түскенде осы үстел бар. Мына жерде адамдар көп демалады. Суббота воскресенье 400-500 адамдар болады. Демалушылардың арасында әртүрлі оймен келетін адамдар болады. Мысалы, табиғатқа келгенде негізі адам табиғатсыз өмір сүруге болмайды. Табиғатты егер жақсы көрген адам қылмыс та істемейді. Мысалы, бет алды бір жаманшылыққа бармайды. Ең бірінші табиғатты жақсы көруді үйрету керек.